Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматыда заңгер әйелін 18 жерінен пышақтап өлтірген. Бұрынғы күйеуі жазасын толық өтейтін болды деп хабарлады Айқын қызы. Сот Талғат Нұртаевты 11 жылға бас бостандығынан айырған болатын. Бірақ адвокаты Нұртаев жұбайын қасақана емес, абайсызда жазым қылды деп апелляциялық шағым түсірген еді. Бүгін өткен процесте судья Білуажды негізсіз деп үкімді өзгертпеді. Еске салсақ, заңгер Айман Асанова мен Талғат Нұртаев 2010 жылы отбасы құрған. 3 жыл ғана некеде тұрып, жиеленген ұрыс-керістің кесірінен екеуі ажырасады. Алайда жанжал мұңымен бітпеген. Енді ортақ мүлікті бөлу мәселесіне келгенде кикілжің одан бетер ұшыға түскен. Осылайша әңгіменің тоқетерін қою үшін Талғат Нұртаев бұрынғы әйелін дәл үйінің алдынан ұстап алады. Сол күні тергеу мәліметінше ол 42 жастағы Айман Асановаға 18 жерінен пышақ сұққан. Әйел ауруханаға жан тәсілім етті. Әу баста қылмыс ашу үстінде жасалды деп сотқа сөкейді. 1,5 жылға қана бас бостандығынан айырған еді. Бірақ бұл шешім қоғамда үлкен дау туғызды. Жазаның тым жеңіл екенін айтып, марқұмның жақындары да қарсы шыққан. Ақыры Нұртаев экс-әйелін қасақана өлтіргені дәлелденіп, 1,5 жыл жазасы 11 жылға ұзартылды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.